Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик KZ және де Нұрай. Я достар, бүгін біздер Дубай қаласына келдік. Дубай қаласында енді влог түсіреміз, көрмей жатып. Бізге лайк басып, және тіркеліп кетіңіздер. Я достар, төменде подписаться еткен қызыл кнопка бар. Сол кнопканы басып тіркеліңіздер, және де осы влогты соңына дейін көріңіздер достар. Өте қызық болады. Міне достар, біздің рум-тур, яғни бұл отель емес, қонақ үй емес, бұл деген тек апартамент достар. Тип апартамент деген квартира сияқты ғой, бірақ арзан жүреді да. Так, мына жерде кірген жерде бізде кір машина и духовка, пеш, анау кәдімгі үйдегідей барлық зат бар. Мә бізде посуда мойкаға дейін бар екен, және кәдімгі ыдыс жуатын. Мына жерде холодильник, сосын кәдімгі барлығы бар. Қараңдар, тостер керек па, шайнек керек па, мына жерде сулары бар, анау-мынау. Мына жерде екі адам отырып тамақ жейтін столы, сосын мына жерде телевизор, ана жерде ресепшн бірдеңе адам шақыратын ба. Сосын мына жерде боянатын анау-мынау айнасы. Қазір мен сіздерге видті көрсетпеймін. Мына жерде бізде спальня, міне осындай. Мына жерде сосын бір диван бар екен. Потом мына жерде, екі жағы гардероб, киім жинайтын андай бірдеңелер. Сосын мына жерде санузел, туалет, ванна. Көбінде душ болады, онада душ та, ванна да бар екен. Негізі Дубайда душ емес, ваннаны жақсы көреді екен. Көп біздер іздедік, бәрінде ванна бар. Міне осындай керемет номер достар. Бұл енді қонақ үйден 2 есе арзан тұрады. Ал енді достар, лайк басыңдар. Сіздерге керемет видті көрсетемін. Мына қараңдар, біз уже жоғардамыз. Қазір мынаны ашайын. Бисмилля. Ал достар, дайынсыңдар ма? Қараңыздар, біз 18-ші этажда тұрмыз. Бурж Халифаны көзіммен көру арманым еді. Бұрында келуге болатын еді, бірақ достар сәтін салмай жүреді. Міне енді Дубайға да келіп жеттік. Қараңдар, қандай керемет, әдемі вид достар. Лайктарыңды басыңдар, енді барлықтарыңа Дубай көру бұйырсын. Енді біздер қазір Дубай молға барамыз. Мынау Дубай мол достар. Мынау жартысы Дубай молдың, үлкен мол ғой. Мынаның арты кетіп жатыр мына жаққа қарай. Мынау сол Дубай молға жалғанып тұрған үй ғой. Яғни үй бар, қонақ үй бар ішінде. Ана жерде фонтан бар төне. Ана видті көрдіңдер ма? Қандай әдемі. Мынау түнде енді бөлек шығар достар. Қазір түнде де көреміз бұйыртса. Дубай мол әлемдегі ең ірі сауда орталықтарының бірі. Жалпы ауданы шамамен 1,2 миллион шаршы метр. Ішінде 1200-ден астам дүкен, әлемдік люкс брендтер, 100-деген кафе мен мейрамханалар бар. Бірақ бұл жерде тек шопинг емес, мұнда атақты Дубай аквариум, Underwater Zoo орналасқан. Аквариумда 10 миллион литр су және 140-тан астам теңіз жануар бар. Тіпті мұз айдыны, VR парк және де үлкен кинотеатрда кездеседі. Қысқасы Дубайға келсең, бұл жерге соқпай кету мүмкін емес. Сол үшін біздер де осы жерде көруге келдік. Мына Дубай молдың ішін аралау үшін примерно бір 2 күн кететін сияқты. Бір күннің ішінде бұны толық аралап болмайтын сияқтымыз. Қазір біздер аквариумға бара жатырмыз, бірақ ішіне кірмейміз. Бір сыртынан бір қарауға болады деп еді, андай бір терезеден. Вот соны көретін боламыз қазір. Адам деген енді шұбырып жатыр. Қазір біздер Дубайдың фонтанын көрейін деп тұрмыз. Мынау деген жиналған адамдар. Қараңыздар, қандай көп адамдар. Мына жақта Бурж Халифа бар, енді бізге көрінбей тұр. Біздің өзіміз мына 2-ші этажға очередпен кірдік қой. Мына жерде қараңдар, бізді күтіп қаншама адам тұр. Ар жақта қаншама адам қарап тұр, біз сияқты. Осындай бір лайфхактар бар, тегін. Қайырлы таң достар, бүгін Дубайдағы 2-ші күніміз. Бурж Халифаның дәл астында тұрмыз. Қараңдаршы, Бурж Халифа қандай үлкен.
Бұл енді әлемдегі бірінші ғимарат қой, бірінші орында тұрған ғимарат, биіктік бойынша. Ал мынау түнде көрген шоу фонтандарымыз, мына бассейнді қарашы, түскім келіп тұр ғой. Мынау шоу фонтан и мынау Дубай Молл. Біз примерно кеше мына екінші этаждан қарадық шоу фонтанды. Осы жерден әдемі көрініс болған болатын, сіздер де көрдіңіздер енді. Мынандай газон өсіп тұрған Бурж Халифаны басқа жағынан көретін бір локацияға келдік. Мынау міне Бурж Халифа. Айналасының барлығы осындай биік ғимарат, үйлер, офистер, қонақ үйлер. Мына қараңдар. Салынып атқандары қаншама араларында. Бұл жақта бар ғой достар, көк шөп, жаңағыдай газон, гүл, тағы да басқа пальма деген заттарды егіп қойған. Енді кәдімгідей дамыған екен білініп тұр. Шөл далаға да егіп қойған ғой. Өте әдемі қараңдар. Жап-жасыл кәдімгі. Шөл дала деп айта алмайсың бұл жерде. Керемет болып тұр, кәдімгідей дұрысынан қарайды ғой. Мына жақта тазалық деген бірінші орында екен. Бір жерден бір мусор и баклашка, анау зат көрмейсің ғой. Өте әдемі, бірақ күн ыссы. Бүгін кәдімгі суға түсетіндей погода болып тұр. Бірақ бізге әлі ерте, біз баратын жерлеріміз бар. Сол үшін достар, лайктарыңды аямай отырыңдар. Барлықтарыңа Дубайды көру жоқсты болсын. Ал Дубайды көргендер осы видеоны көріп, ой, мына жерде жүрген жерлерім ғой деп бір еске алып сағынып отырыңыздар. Біз кешкісін метроға отырып, Дубайдың төбесінен әдемі көріністі көруге Sky Views дейтін ғимаратқа келдік. Бұл жердің ең танымал аттракционы толық әйнектен жасалған сырғанақ. Ол шамамен 53-ші қабаттан 52-ші қабатқа дейін түседі. Ең кереметі, сырғанап бара жатқанда бүткіл Дубай алақандағыдай көрінеді. Шынымды айтсам, бір жағынан қорқынышты, бір жағынан өте күшті адреналин. Қараңдар, Дубай алақандағыдай көрінеді деген осы екен. Төменге қарасаң, кәдімгідей басың айналады, еші қорқынышты. Ал енді бірінші рет басайын тұрмын, ал бисмилля, ойбай, сынып кетпей ма? Қорқынышты ғой достарынан қараңдар, шағылысып тұр просто. Олай енді қорқынышты, бисмилля, мынау трешін емес па, сынып кетпесін. Мына жерден жүрейікші құрсын. Екі адам тұрса қорқасын екен мына жерде. Үстінен басуға салмақпен кетіп қалады сияқтысың. Бағызар жоқ достар. Мына қара, сынатын сияқты болып тұр. Мынау Бурж Халифа жағы. Біздер Бурж Халифаның жартысына келіп тұрмыз ғой. Бурж Халифаның төбесі әлі қайда созылып жатыр. Керемет әдемі видті көріп тұрмыз. Мынау біздің апартамент, жаңа сары. Осы жерде жатырмыз, осы жерден видті Бурж Халифаға қарап көріп отырмыз. Керемет енді, сөз жоқ. Біздерге жаңағы билетке осындай пиццамен және де бургер фримен, 2 согымен кіреді екен комбо. Ал бізге ас болсын. Жақсы болды, кешкі тамақ жемеп едік. Мынау достар, біздің апартаменттің бассейні әдемі болып тұр. Мына жерде енді Бурж Халифа тұр міне. Мынау біздің апартаментіміздің сырты міне осындай. Көрдіңіздер ме? Өте үлкен мынаның өзі де. Қазір біз Дубайдағы ең футуристік орындарының бірі Музей из будущего-ға келдік. Бұл ерекше музей 2022 жылы ашылған. Ғимараттың пішініне қарасаңдар, әдеттегі ғимараттарға мүлде ұқсамайды. Ішіне кіргенде өзіңді ғылыми фантастикалық фильмнің ішінде жүргендей сезінесің. Мұнда жасанды интеллект, ғарыш технологиялары, болашақ қалалардың модельдері және де бәрі интерактив форматта көрсетілген. Шынымды айтсам, бұл жай ғана музей емес. Бұл өте шедевр. Егер Дубайға келсеңдер, осы жерді міндетті түрде тізімге қосыңыздар. Ал мынау менің артымда тұрған Дубайдың рамкасы, яғни рамканың арғы бетінен қарасаң ескі Дубайды көресің, бергі бетінен қарасаң жаңа Дубайды көресің. Сол үшін салынған. Бұның ішіне де адамдар кіреді. Мынаның төбесінде кешегідей стекло бар екен, жүретін көрдіңіздер ме? Осының ішінде қазір адамдар жүр. Бізге көрінбейді бірақ. Достар, біз апартаменттен шықтық, енді екінші апартаментке барамыз. Енді осындай бір такси шақырдым, себебі қаланы көргім келіп тұр мен.
біздің екінші алған апартаментіміз. Яғни бұл Дубай Марина деген районда орналасқан. Міне мынау Дубай Марина. Жасанды қолдан көл жасап, бұлай шеттеріне әдемі қалып ғимараттарды салған. Керемет бір район. Бұл жақтағы яхталар бар, және де басқа қайықтар, ресторандар, түрлі кафелер барлығы осы жерде. Қазір адамның барлығы осы жерге жиналады. Бұйырса бізде төменге түсіп осы жаққа қарай барамыз. Сол төменнен көрініс көретін боламыз. Ал мынау жоғарыдағы көрініс 23-ші этаж. Қараңыздар, қаланың пробкасын қараңдар, басталып отырған сияқты енді. Мынау енді 6 полосалы жолға қараш. 6 полосалы жолда уже кептеліс қой. Міне, сондай. Мына жерде адамдар суға түсіп жатыр бассейнде. Керемет. Міне бұл Дубай Маринаның жағажайы. Осындай район керемет. Ортасында қолдан жасалған көл. И жан-жағының барлығы ресторан, кафе сондай. Және де үлкен биік ғимараттарды көтеріп тастаған. И сосын бұл жерде яхты көп. Яхтыларды 2 адам болып мінсең болады, немесе полный общий адамдармен араласып мінсең болады. Міне қараңыздар. Керемет яхтылар жүр. Мынау вообще потолок үлкен екен. Осылай Дубай Маринаны айналдырып әкеледі. Біз әлі мініп көрген жоқпыз, бірақ ары қарай бар ғой, көкті қараңыздар. Осындай свет қой. Бұлай кете береді, ар жағынан айналып, мына бетіне түсесің. Мына бетінен де кете бересің, бұлай қарай. Мынау полный сол Дубай Марина, осы су біткенше жүресің ғой. Өте әдемі қылып салған. Қайырлы таң достар. Сағат бізде 9. Абу-Даби қаласына жолға шықтық. Таксимен баратын болсақ 45 мың теңге төлейсің деп тұр. Ал автобуспен баратын болсаң 2600 теңге төлейсің достар. Осындай автобуспен баратын боламыз қазір. Міне достар, біздер Абу-Даби қаласына келіп жеттік. Енді тағы да бір автобусты күтеміз. Сол автобуспен Шейх Заидтің мешітіне барамыз. Ауа райы өте керемет. Күн деген жанып тұр. Шейх Заид мешіті Абу-Дабидегі және де әлемдегі ең әдемі мешіттердің бірі. Бір уақытта бұның ішіне 40 мың адам сияды екен. Біз де осының ішіне кіріп, тамашалап, суретке, видеоға түсіп, әрі қарай кеттік. Ал енді біздер Абу-Даби қаласының екінші точкасы ол Ferrari World дейді. Яғни бұл жерде аттракциондар, әртүрлі көрмелер, тағы басқа қызықтар бар. Қазір енді кіріп көретін боламыз. Дәл осы жерден кіреміз. Мына жерде официальный міне Ferrari'дің өзінің дүкені бар. Керемет оригинал киімдерді осы жерден алуға болады. Әртүрлі ойыншықтар, сувенирлер барлығы бар. Осындай машиналарын қойған. Іште де бар, ар жақта да бар машиналар. Хеп кішкентай екен өзі. Ferrari'дің, яғни машиналары оригинал сататын 3 жастан балдарға ойыншықтар. Қараңыздар, мына жерде суретке түсіруге болады екен. Біздер достар енді ішіне кірдік та, обратно шығып бара жатырмыз. Себебі бізде 1 сағат уақыт бар екен, барлығын аралап үлгермейсіңдер дейді. Сол себепті біздер билет алған жоқпыз. Билеттің бағасы 40 мың, 50 мыңның шамасы. Оның ішінде өте көп аттракциондар, әртүрлі заттар бар екен, барлығына бүгін үлгермейсіңдер деді. Сол үшін алмай, енді достар обратно кетіп бара жатырмыз. Мына жер арабтың стилінде орындалған ресторан. Осы жерден тамақ ішу керек сияқты бізге. Қараш, мынаны әдемі қылып қойған түйемен. Араб тұр. Және де арабский өзінің машиналары құмда жүретін. Бүгін біз шөлдің дәл ортасында орналасқан ғажайып бақ Miracle Garden'деміз. Ең кереметі, бұл жерде 150 миллионнан астам тірі гүл өседі. Дұрыс естідіңдер, шөлдің ортасында шынайы гүлдер патшалығы, аумағы шамамен 72 мың шаршы метр. Мұнда гүлдерден жасалған түрлі конструкциялар бар. Үлкен жүрек пішіндер, әлемдегі атақты ғимараттардың макеттері, тіпті гүлдерден жасалған ұшақтар мен заманауи мүсіндер де бар. Қараңдаршы, мұна гүлден жасалған сарай тура ертегі әлеміне енгендей сезім туады. Қысқасы, Miracle Garden шөлдің ортасында шынайы ғажайып әлем. Тек қана көзбен көріп қана қоймай, иісі мен атмосферасын сезіну керек. Біз енді Global Village дейтін ашық аспан астындағы үлкен мәдениет пен ойын-сауық фестиваліне келдік. Әр павильонда фотозоналар, мерекелік безендірулер және кішкентай сувенир дүкендер бар. Маған қызығы, бұл Қытайдың павильонының ішінде не бар? Давайте барлығымыз бірге көрейік.
Сондай ақ Global Village тек мәдениет емес, мұнда үлкен аттракциондар, балаларға ойын алаңдары, тамаша шоу бағдарламалар болады. Кешкі уақытта барлық павильондар мен аттракциондар жарқырап ерекше атмосфера туады. Шынымен Global Village бір жерде бүткіл әлемді сезінетін орын. Егер Дубайға келсең, бұл жерді міндетті түрде көру керексің. Айн Дубай немесе Эйн Дубай әлемдегі ең үлкен колесо обозрения. Биіктігі 250 метр. Бір айналымы 38 минут. Жоғарыдан Дубай толық ашылады. Біздер енді 6 адам болып бір джипке отырып құмдарды кесіп өту үшін сафариге бардық. Сафаридегі енді атмосфера бөлек. Себебі деген бұл құмдар мен джип былай жүрген кезде төңкеріліп кететін сияқты сезім және де адреналин, достар. Оны тек көзбен барып ішіне отырып сезіну керек. Сосын бізді кешкі асқа алып келді. Бұл жерде BBQ кешкі асы деп атайды екен, және де ұлттық тағамдар мен сусындарынан дәм таттық. Кешке сосын ұлттық шоу мен билер болды. Қызыл шөлдегі от шоу, билеп жүрген адамдар, бәрі керемет атмосфера береді. Шынымен бұл сафари адреналин мен демалыстың нағыз үйлесімі. Егер Дубайға келсең, міндетті түрде сафариді көру керексің ғой досым. Осымен біздің Дубайдағы саяхатымыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайктарыңды басып, және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Дубай сіздерге де жұғысты болсын. Көрмегендер тезірек Дубайға барыңыздар. Ал давайте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.